Егер жарыңыз сізге «Мамам баланы ұрып жатса, демек солай болуы керек» десе, не істер едіңіз? Әйгерім де басында үндемеді. Бірақ ұлының «Мама, айтсам мені жетімдер үйіне өткізеді ме?» деген сыбырын естігенде, ол нағыз арыстанға айналды. Бүгінгі хикаяда пәтер үшін баласын құрбан қылған әке мен жауыз ененің масқарасы туралы айтамыз. Соңына дейін тыңдаңыз. Мұндай әділ жазаны әлі көрмегенсіз. Әйгерім ауруханадағы 12 сағаттық ауысымнан соң аяғын әрең басып, 4-ші қабатқа көтеріліп келе жатты. Халатының қалтасында кілттері сыңғырлайды. Ал басында тек бір ғана ой. Тезірек төсекке жетіп, қисаю. Ертең тағы кезекшілік. Тым болмаса 4 сағат ұйықтап алу керек. Есікті ашқан бойда үйдің ішінен біреудің еңіреп жылаған дауысын естіді. Қонақ бөлменің бір бұрышында, шкаф пен батареяның арасында 5 жасар Әлихан отыр екен. Балақай ескірген ойыншық қонжығын құшақтап, алға артқа теңселіп, егіліп жылап отыр. Бетінің сол жағы ісіп кеткен. Көзінің астында жұмыртқадай үлкен, қап-қара алақауқан ісік пайда болыпты. Әйгерім сөмкесін тастай, сала ұлына ұмтылды. Бірақ бала зәресі ұшқандай, анасынан қашқақтап бұрышқа тығыла түсті. Оның жанарындағы қорқыныш жаңа соққы күтіп отырғандай еді. Баланың қолдары дірілдеп, ернінде қан кеуіп қалыпты. Ал диванда ештеңе болмағандай Зейнеп апа отыр. Енесі алтын жиекті сүйікті кесесімен баппен шай ішіп отыр. Бейне біртік болмағандай. Ақ шашы мұқият жиналған. Үй халаты тап-тыйнақтай үтіктелген. Әйгерімнің кіргеніне басын көтеріп қарағанда жоқ. «Не болды, Әлихан? Жаным, саған не болған?» Әйгерім ұлын қолына алуға тырысты. Бірақ бала тағы да тартынып қалды. Оның кішкентай денесі қалтырап, бетіндегі ісік көгере түскен. «Өзінен көрсін. Менің вазамды шақты. Қытайдың нағыз фарфор еді», деді Зейнеп апа шайын ұрттап жатып. «Мен оған 100 рет айттым. Тиіспе, жақындама деп. Бірақ бұл тіл алмайды. Енді біліп жүретін болады, кісінің затын білдірудің не екенін». Енесі кесесін тәрелкеге сыңғырлатып қоя салды. Әйгерім күйеуіне бұрылды. Азамат креслода телефонына шұқшиып, ештеңе естімегенсіп отыр. Телефон экранының суық жарығы оның бетіне түсіп тұр. Саусақтары пернетақтада жылдам жүгіреді. Әйелі кіргенде ол тіпті басында көтермеді. «Азамат, балаға не болғанын көріп тұрсың ба?» Әйгерімнің дауысы ашудан дірілдеп шықты. Ол өз көзіне өзі сенер емес. 5 жасар ұлы соққыға жығылып отыр. Ал туған әкесі бұрылып та қарамайды. Азамат телефоннан басын алмай, иығын қиқан еткізді. «Мамам айтты ғой. Демек солай болған. Бала абайлап жүру керек еді. Үйдің ішінде есі кеткенде жүгіре бермей». Әйгерім Әлиханға ақырым жақындады. Бұл жолы бала қашпады, бірақ әлде дірілдеп тұр екен. Анасы оның иығынан ақырым ұстағанда, баланың қорқыныштан жиырылып қалғанын сезді. «Әлихан, күнім, көрсет шанаңа, қай жерім ауырып тұр?» Бала үндемей бетін, сосын ішін көрсетті. Әйгерім оның жейдесін ақырын көтеріп еді. Көргеннен жағасын ұстады. Баланың арқасында ескірген, жазыла бастаған сызаттар, ал қабырғаларында бір апта бұрынғы сарғайған көгерулер бар екен. Иықтарында біреудің саусақтарының ізі анық көрініп тұр. Біреу баланың кішкентай қолдарын қатты сыққан. «Құдай-ау, Әлихан, мұның бәрін әжең істеді ме?» деп сыбырлады Әйгерім. Бала жалтақтап диван жаққа қарап алды да, әрең ғана бас изеді. Әйгерімнің жүрегі соққаны сондай, құлағына дүсілі естіліп тұрды. Қалтасынан телефон шығарғанда қолдары қалтырап кетті. Ол бірден әкесіне, отставкадағы полиция полковнигі Серік ағаға қоңырау шалды. «Әке, тез жетіңіз, шұғыл!» Дауысы бәсең шыққанымен нық еді. Ол ұлым одан әрі қорықтырғысы келмеді. Бірақ іштей ызадан жарылардай боп тұрды. Зейнеп апа кесесін үстелге сарт еткізіп қойып, орнынан атып тұрды.
Сен не істеп жатырсың? Бұл біздің отбасылық шаруамыз. Ешкімді шақырушы болма. Енесінің жүзі ашудан тырысып, дауысы ащы шықты. Азамат та ақыры телефонын тастап, әйеліне мазасыздана қарады. Әйгерім, қойшы. Өзіміз шешеміз. Әкеңді несіне мазалайсың? Ол кісі демалыста ғой. Шешеміз? Әйгерім күйеуіне бұрылды. Оның жанарынан от шашырап тұрды. Сен телефоныңа үңіліп отырғанда, анаң менің баламды мүгедек қыла жаздапты. Қарашы оған, не істеп жатқанын көрші. Зейнеп апа қолын сермеп. Ойбай, не деп отырсың? Өзі құлап қалды, олақ қой өзі. Қолынан туы келмесе, мен кінәлімін бе? Ылғи бірденені құлатады, сындырады, бүлдіреді деп ақталды. Әйгерім Әлиханды бауырына басты. Бала анасының ығына басын қойып, үнсіз қалды. Тек ара-тұра еңіреп қояды. Ол баланың кішкентай денесінің қалай дірілдеп, жүрегінің қалай жиі соғып тұрғанын сезді. 40 минуттан соң аулада машиналардың дауысы естілді. Әйгерім терезеден қараса, қара түсті жол, талғамайтын көліктен ұзын бойлы, ақ шашты, қатал жүзді әкесі түсіп жатыр екен. Қасында форма киген учаскелік полиция. Ал екінші көліктен медициналық сөмкесі бар ақ халатты адам шықты. Зейнеп апаның өңі қуарып кетті. Не істедің, ақымақ? Енді бүкіл ауылға масқара болатын болдық. Көршілер не дейді? Азамат бөлменің ішінде ары-бері жүріп мазасызданды. Әйгерім-ау, бұның не? Өзара шешуге болатын еді ғой. Енді жұрт не ойлайды? Есік қоңырау соғылды. Әйгерім Әлиханның қолынан қатты ұстап, есікті ашуға кетті. Бала анасының аяғына тығылып, есікке үрейлене қарап тұр. Серік аға бірінші кірді. Немересін көргенде, оның қатал жүзі одан сайын түнеріп кетті. Артынан блокнотын ұстаған жас лейтенант пен мейірімді жанарлы қарт дәрігер кірді. Бала қайда? Деп қысқа қайырды әкесі. Әйгерім үнсіз ұлын көрсетті. Серік аға Әлиханның алдына жүрелеп отырып, жұмсақ дауыспен сөйледі. Сәлем батырым. Атан сенің қалай тұрып жатқаныңды көруге келді. Көрші пәтерден гүлді халат киген Зәуре тәте сығалап қарап тұр екен. Ол жағасын ұстап. Ақыры келдіңдер-ау. 1 жыл болды мына баланың жылағанын естимін. Аралассам ба, араласпасам ба деп жүредім, деп сыбырлады. Травматолог дәрігер Әлиханды балалар бөлмесіне алып кетті. Олардың артынан жұмсақ дауысты жас психолог кірді. Әйгерім де соңынан кірмекші болып еді. Серік аға ишаратпен тоқтатты. Мамандар істесін шаруасын. Балаға бізсіз оңай болады. Есік жабылды. Бірақ Әйгерім құлағын түріп тұрды. Дәрігердің бәсең даусын, психологтың байыпты сұрақтарын және ұлының әрең шыққан жауаптарын естіді. Баланың әрбір еңіреген даусынан ананың жүрегі кілім-тілім болды. Әлихан, дәрігер ағайға көрсетші, қай жерін ауырып тұр, деді психолог. Әйгерім ұлының көгерген жерлерін көрсетіп, кішкентай қолдарының дірілдеп жатқанын көз алдына елестетті. Сосын фотоаппараттың шықылдаған даусы естілді. Дәрігер жарақаттарды суретке түсіріп жатыр еді. Ал сені кім ұрды? Деп сұрады психолог ақырын. Әлихан ұзақ үндемей тұрды, сосын сыбырлап. Әжем айтты. Егер мамам айтсаң, сені жетімдер үйіне өткізіп жібереміз деді. Ол жерде балаларға тамақ бермейді. Тіпті қачыттырақ ұрады екен деді. Әйгерім жұдырығын сондай қатты түйді, тырнақтары алақанына батып, қан шығып кетті. Демек, Зейнеп апа баланы тек ұрып қана қоймай, оны қорқытып үндемеуге мәжбүрлеген. Анасынан айырамын деп сескендірген. 5 жасар баланы осылай қинау үшін қандай тасбауыр болу керек? Қонақ бөлмеде нағыз айқас басталды. Зейнеп апа бөлменің ішінде ары-бері жүгіріп қолдарын сермеп, бүкіл подъезге айқайлап жатыр. Мұның бәрі өтірік, жала! Өзі ылғи құлай береді, ол ақ неме! Учаскелік полицей оның айтқандарын блокнотқа мұқият жазып жатты. Енесінің әрбір сөзі өзіне қарсы жұмыс істеп тұрды. Ол өкінудің орнына ызаланып,
күнәсін мойындамауға тырысты. Шешесі күні түні жұмыста. Мен жалғыз өзім бұнымен алсамын. Біреудің баласын бағудың қандай екенін білмейсіздер ғой. Біреудің? Учаскелік полиция қасын көтерді. Бұл сіздің туған немереңіз емес пе? Қайдағы немере? Өзі туды ма, өзі бақсын. Мен не, тегін күтушімін бе? Зейнеп апа әрбір сөзімен өзіне көр қазып жатқанын байқамады да. Азамат анасы мен полицияны ажынатпақ болып жүргенде телефонын ас үй үстерінде қалдырып кеткен еді. Ол құрылғыны жылдам алып, Зейнеп апа мен Азаматтың жазысқан хаттарын ашты. Ондағы жазылғандар Айгерімнің ең қорқынышты күдігінен де асып түсті. Хаттар жарты жыл бұрын басталған екен. Сенің ұлыңның қылығы адам төзгісіз. Шыдамым таусылды. Ол мені әдейі жындандырады, бәрін сындырады, тіл алмайды, деп жазады енесі. Не істесеңіз де мейлі, тек Айгерім біліп қоймасын. Ол бала үшін ажырасып кетеді. Ал маған пәтер керек, деп жауап береді Азамат. Бүгін тағы сабасына түсіруге тура келді. Кілемге сүт төгіп алды. Оңдырмай сыбағасын бердім, деп хабарлайды Зейнеп апа. Дұрыс, өзін қалай ұстау керектігін білсін. Кек көзге көрінетін із қалдырмаңыз, деп кеңес береді ұлы. Айгерім дірілдеген қолымен хаттарды суретке түсіріп, өзінің поштасына жіберді. Әрбір сөз жүрегіне пышақ сұққандай болды. Күйеуі баланың соққыға жығылғанын біліп қана қоймай, оны құптап, іздерін қалай жасыру керектігін үйретіп отырған. Азамат ас үйге кіріп келіп, әйелінің қолынан телефонын көрді. Өңі боп, боз боп кетті. Айгерім, бұл сен ойлағанда емес. Мен не ойлап тұрмын? Айгерімнің дауысы мұздай суық шықты. Ол күйеуіне хаттарды көрсетті. Анаңның менің баламды мүгедек қылып жатқанын білдің бе? Оған соққы іздерін қалай жасыру керектігін айттың ба? Азамат ас үйдің ортасында тізерлеп тұра қалып, әйелінің қолынан ұстады. Мен оны соншалықты қатты ұрады деп ойламадым. Мен де бала кезінде солай тәрбиелеген. Сондай қаталдық деп ойладым. Айгерім қолын жұлып алды. Сен бәрін білдің. Сен өз ұлыңның орнына анаңды таңдадың. Ал мені ештеңе көрмейтін, білмейтін ақымақ қылдың. Айгерім, кешірші. Мен бәрін түзеймін. Көшіп кетеміз. Бөлек пәтер жалдаймыз. Азамат оның аяғына жабыспақ болды. Бірақ ол кейін шевінді. Кеш. Тым кеш. Айгерім күйеуіне жеркенішпен қарады. Мен осы отбасын асыраймын деп жұмыста жүргенде, сен анаңның баламның өмірін тозаққа айналдыруына жол бердің. Айлап үндемей келдің. Қонақ бөлмеде бұл уақытта әлеуметтік қызметкер сұрауды аяқтап жатқан еді. Көрініс сұмдық болды. Әкесінің мақұлдауымен және анасының бейхабарлығымен балаға жүйелі түрде жасалған зорлық-зомбылық. Зейнеп апа әлі де ақталуға тырысты. Бірақ оның өтірігі куәгерлер мен медициналық қорытындының астында қалды. Учаскелік полицей хаттама толтырып, ал Серік аға прокуратураға қоңырау шалып жатты. Әлихан психологтың қолынан ұстап бөлмемесінен шықты. Бала қажып көрінгенімен, жанарындағы жаңағы үрей жоғалғанда еді. Ол анасына жақындап, «Мама, мен енді үндемеймін. Ағай шындықты айту керек деді», деп сыбырлады. Полиция келгеннен кейін бір апта өткен соң Зейнеп апа қарсы шабуылға көшті. Ол сотта толық жеңіске жетуге уәде берген жас, өршіл адвокат жалдады. Енесі Айгерімнің үстінен жала жапты деп арыз түсіріп, 300 000 теңге көлемінде моральдық шығын талап етті. Бірақ бұл тек басы еді. Зейнеп апа бүкіл ағайын туысқа қоңырау шалып, нағыз ақпараттық соғыс бастады. Оңбаған келін пәтерді тартып алып, мені көшеге лақтырғысы келеді. Қандай сұмдық, а? Мен оған туған анасындай болдым, ал ол мені түрмеге жаппақшы, деп ағынан жарылды. Азаматтың қарындасы Ләйла бұл сөзге бірінші болып сенді. Ол Айгерімге күн сайын қоңырау шалып айғайлайтын болды. Саған ана болған адамға қалай қолым барды? Мамам бүкіл өмірін балаларына арнады ғой. Айгерім шындықты айтуға тырысып, баланың денесіндегі көгерулердің суретін жіберсе де, күйеуінің туыстары ештеңе естігісі келмеді. Олар үшін Зейнеп апа
қасиетті құрбан. Ал Айгерім отбасын ойрандаған жауыз келін. Өсек аяң. Айгерім жұмыс істейтін ауруханаға да жетті. Әріптестерінің бірі Азаматтың туыстарымен таныс болып шығып, ақпарат бүкіл бөлімшеге тарап кетті. Жұмыс чатында: «Қарасаң моп-момақан, бірақ нағыз жылан екен ғой», деген хаттар пайда болды. Айгерім жұмысқа келгенде әріптестері теріс айналып, әңгімелерін кілт тоқтататын болды. 5 жыл бірге істеген медбике Роза апай тіпті амандаспайтын болды. «Не болып жатыр?» деп сұрады Айгерім, өзімен әлі де амандасып жүрген жалғыз санитарка қыздан. «Енеңді түрмеге жауып, пәтер үшін соғысып жатыр дейді ғой жұрт», деді ол иығын қиқан еткізіп. Бөлімше меңгерушісі Мәдина Сәкен қызы ауысым соңында Айгерімді кабинетіне шақырды. «Сәрсенова, сенің отбасылық мәселелерін жұмысқа кесірін тигізіп жатыр. Ұжым мазасыз, пациенттер шағымдануда. Бірақ мен жұмыста ештеңе істеген жоқпын ғой. Өз міндетімді атқарып жүрмін», деп ақталмақ болды Айгерім. «1 айға өз есебінен демалыс ал. Шаруаларыңды ретте, сосын көреміз», деді меңгеруші. Әңгіме бітті дегендей. Үйде де жағдай мәз емес еді. Әлилихан түнде ұйықтамайтын болды. Айғайлап оянып, анасын шақырады. Бала тіпті әжетханаға да жалғыз барудан қорқатын болды. Балалар психологы ауыр дәрежедегі посттравматикалық стресстік бұзылыс деген диагноз қойды. «Бала еге жастағы әйелдерден зәресі ұшып қорқады», деп түсіндірді дәрігер. «Бұл психиканың қорғаныс реакциясы. Емдеу ұзақ болады, кемінде 2 жыл. Бірақ толық айығып кететініне кепілдік бере алмаймын». Емханаға барудың өзі азапқа айналды. Әлиханға ақ халатты еге жастағы педиатр жақындағанда, бала шыңғырып жіберіп, анасының артына тығылды. Қорқыныштан оның құсқысы келіп, жағдайы нашарлап кетті. Дәрігер тек таңғалып, иығын көтерді. Бұл уақытта Азамат пәтер үшін соғысуды ұйғарды. Ол қымбат костюм киген адвокатын ертіп келіп: «Пәтер неке кезінде алынған. Демек, ортақ мүлік. Менің клиентім жартысына құқылы», деп мәлімдеді. Айгерім үнсіз шкафқа барып, құжаттар папкасын алды. Ол үстелге сатып алу, сату шартын, банктен анықтамаларды және мұрагерлік туралы құжаттарды қойды. «Пәтер менің ақшама, марқұм атанамнан қалған үйді сатқан ақшаға алынған. Некеде тек ыңғайлы болу үшін ғана рәсімделген». Адвокат қағаздарды мұқият зерттеп, түнеріп кетті. Ол банктік анықтамаларды қайта-қайта тексеріп, Азаматқа қарады. «Сіздің ешқандай мүмкіндігіңіз жоқ. Пәтер толығымен әйеліңізге тиесілі». Азаматтың өңі қуарды. Ол ажырасқаннан кейін жарты үйді алып, соған өмір сүрмекші еді. «Бірақ мен күйеуімін ғой, осында тіркелгенмін. Бұл әділетсіздік». «Әділеттілік салыстырмалы ұғым», деді Айгерім суық жымиып. «Анаң біздің ұлымызды мүгедек қылып жатқанда үндемей отырғаның әділетті болды ма?» Келесі күні Зейнеп апа соңғы амалын қолданды. Ол жүрегім ауырып тұр деп жедел жәрдем шақыртты. Дәрігерлер оны инфаркт күдігімен реанимацияға алып кетті. Азаматтың туыстары Айгерімді тағы да кінәлап шыға келді. Ләйлә телефонда егіліп жылады. «Сен оны көрге тығып жатырсың. Сұмдығымнан бейшара ана өлім аузында жатыр. Енді қалай ұятсыз өмір сүрмексің?» Азаматтың немере ағасы Айгерімнің үйіне келіп есікті сабалап: «Аш, кісі өлтіруші! Сенің кесіріңнен анамыз ауруханада жатыр», деп айғайлады. Айгерім әкесін шақырды. Серік аға жарты сағатта келіп, бірден ауруханаға тартты. Ол Зейнеп апаның емдеуші дәрігеріне барып, полковник куәлігін көрсетіп, бетпе-бет сөйлесті. «Симуляция», деді дәрігер қысқа қайырып. «Кардиограммасы тап-таза, қысымы қалыпты, анализдер жақсы. Әйел тастай сау, тек аяныш тудырып, жауапкершіліктен қашқысы келіп отыр». Серік аға қызына осы жаңалықты жеткізді. «Енем жақсы актриса екен, бірақ дәрігерлерді алдай алмайды. Олар мұндайларды бірден таниды.
Айгерім ас үйде дірілдеп тұрған Алиханды құшақтап отырды. Бала анасынан бір елі қалмайды. Әкесі мен әжесі сияқты анам да жоғалып кете ме деп қорқады. Мама, біз енді жалғыз тұрамыз ба? Деп сұрады ол ақырын. Я, балам. Енді бізді ешкім ренжітпейді, деді Айгерім оның басынан сипап. Бірақ іштей соғыстың енді басталғанын, Зейнеп апаның ештеңеден тайынбайтынын түсінді. Сот күні сейсенбіге белгіленді. Айгерім таңғы 5-те оянып кетті. Жүрегі сондай қатты соқты, қасында қонжуын құшақтап ұйықтап жатқан Алиханды оятып алам ба деп қорықты. Сот залы тар әрі қапырық болды. Айгерім адвокатының қасында сөмкесінің бауын шиыршықтап отырды. Қарсы бетте Азамат пен енесі және олардың жас адвокат отырды. Сот, қатал көзөнек таққан орта жастағы әйел, іс материалдарын мұқият зерттеді. Қорғаншылық бөлімі қалың папканы ұсынды. Алиханның денесіндегі көгерулердің суреттері, психологтың қорытындысы, баламен жасалған әңгіменің аудио жазбалары. Әрбір құжат Азаматтың отбасылық беделіне соғылған соңғы шегедей болды. Азамат Сәрсенов мырза, деді судья қағаздадан басын көтеріп. Сіз өз балаңызға жасалған зорлық-зомбылықты жүйелі түрде елемей келгенсіз. Іс материалдарында сіздің анаңыздың әрекетін қолдаған хаттарымыз бар. Азамат басын төмен салып, үндемей отырды. Оның адвокаты араша түспек болды. Құрметті сот, менің қорғауымдағы Азамат күрделі психологиялық жағдайда болды. Ол өктем анасына қарсы тұра алмады. Жауапты сотталушы береді, деп судья сөзін шорт кесті. Азамат басын көтерді. Көздері ұйқысыздықтан қызарып кеткен. Мен мамамды тек қатал деп ойладым. Мұншалықты деп білмедім. Мен мұншалықты деп ойламадым. Азаматтың дауысы дірілдеп шықты. Судья оған хаттардың көшірмесін көрсетті. Мына жерде тайға таңба басқандай жазылған. Не істесеңіз де мейлі, тек Айгерім біліп қоймасын. Бұл сіздің ештеңеден хабарсыз болғаныңызға мүлдем ұқсамайды. Зейнеп апаның адвокаты орнынан тұрып өз қорғауын бастады. Ол баланың денесіндегі көгерулер жай ғана олақтықтың салдары. Мала болған соң құлайды, соғылады деп дәлелдеуге тырысты. Бұл жастағы балалар өте белсенді болады. Ойын кезінде түрлі жарақат алып жатады, деді ол. Бірақ осы сәтте сот медициналық сарапшы сөз алды. Ақ сақалы бар қарт кісі орнынан көтеріліп анық сөйледі. Жарақаттардың сипаты балаға жүйелі түрде доғал затпен физикалық күш көрсетілгенін айғақтайды. Гематомалардың орналасуы, пішіні мен тереңдігі оның кездейсоқ құлауы мүмкін екенін толығымен жоққа шығарады. Сот залына ауыр тыныштық орнады. Сарапшы жалғастырды. Әсіресе баланың иығындағы саусақ іздері өте маңызды. Мұндай іздер тек ересек адам баланы қатты сілкілегенде немесе зор күшпен ұстағанда ғана қалады. Зейнеп апа бұдан әрі шыдай алмай орнынан атып тұрды. Бәрі өтірік. Сатып алған. Бәрін сатып алған. Оның даусы ызадан дірілдеп, беті қанталап кетті. Адвокаты оны орнына отырғызуға тырысқанымен, енесі өзін басқара алмай қалды. Зейнеп апаны куәгер ретінде шақырғанда ол жапа шеккен әже рөлін сомдамақ болды. Мен бүкіл өмірімді балаларыма арнадым. Күйеуім өлген соң баламды жалғыз өсірдім. Оны асырау үшін 3 жұмыста істедім. Келінім кезекшілікте жүргенде немерерді бақтым. Ал енді келіп мені кінәлайды. Дауысы шыңғырып шықты. Немене? Менің баланы тәрбиелеуге құқығым жоқ па? Ол мүлдем тіл алмайтын болып кетті. Судья оның сөзін суық кесіп тастады. Баланы бағу, оны мүгедек қылуға құқық бермейді. Отырыңыз. Бірақ Зейнеп апа тоқтамай. Мен оны көшенің жаман әсерінен бұзылудан сақтап қалам дедім, деп айғайлап жатты. Келесі куәгер Зәуре тәте болды. Қарт көрші таяғына сүйеніп, куәгерлер орнына отырды. Ол сөйлемей жатып, егіліп жылап жіберді.
Мен кінәлімін. Баяғыда айтуым керек еді, деді ол көз жасын сүртіп. Оның баланы жағасынан ұстап, подъезге сүйреп шығарғанын, тәпішкемен басынан ұрғанын өз көзіммен көрдім. Өлтіремін сені, оңбаған, деген айғайын үнемі еститінмін. Баланың жылағанынан жүрегім езілетін, бірақ араласуға қорықтым. Жағдайым нашарлап кете ме дедім. Зейнеп апа тағы да атып тұрды. Өтірік айтасың, кәрі қақпас. Менің немерем барын көре алмай, ішім күйіп жүрме. Саған әлі көрсетемін. Судья балғасын сарт еткізді. Тағы бір рет осылай жасасаңыз, залдан шығарып жіберемін. Алайда Зейнеп апаның беделіне нұқсан келіп қойған еді. Оның мына ашулы қылығы куәгерлердің сөзін растай түсті. Алиханмен жұмыс істеген психолог та өз қорытындысын берді. Балада ауыр дәрежедегі посттравматикалық стресстік бұзылыс бар. Ол егде жастағы әйелдерден зәресі ұшып қорқады. Түнде шошып оянады. Астына жіберіп қоюы, мұның бәрі жүйелі зорлық-зомбылықтың нақты белгілері. Айгерім бұл сөздерді тыңдап отырып, іштей егілді. Психологтың әр сөзі тек Зейнеп апа мен Азаматқа ғана емес, өз баласын қорғай алмаған ана ретінде өзіне де берілген үкімде естілді. Судья іс материалдарын, соққыға жығылған баланың суреттерін және Азамат пен анасының арасындағы хаттарды қайта қарап шықты. Дәлелдер бұлтартпас еді. Сот үкім етеді, деді судья. Зал іші тып-тыныш бола қалды. Зейнеп Сәрсенова кәмелетке толмаған балаға қатыгездік көрсеткені үшін кінәлі деп танылып, 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылсын. Жәбірленушіге жақындауына тыйым салынсын. Зейнеп апа шыңғырып жіберді. Бұл әділетсіздік. Мен прокуратураға жазамын. Бірақ судья жалғастырды. Азамат Сәрсенов кәмелетке толмаған ұлына қатысты ата-ана құқығынан айырылсын. Барлық табысының 25% мөлшерінде алимент төлеуге міндеттелсін. Азамат сот залында еңіреп жылап жіберді. Бетін басып, иығы селкілдеп. Мен түзелемін. Маған мүмкіндік беріңіздерші. Мен әкемін ғой, деп айғайлады. Айгерім бұрынғы күйеуіне еш аяушылықсыз қарады. Ол бәрін жоғалтқанын тым кеш түсінді. Енді Алихан әкесіз өседі. Бірақ есесіне қауіпсіздікте болады. Соттан шыққанда Айгерім жеңілдеп қалғандай болды. Әділдік орнады. Бірақ алда ұлының жаралы жанын емдеудің ұзақ жол тұрғанын білді. Арада бір ай өткенде ажырасу рәсімі де аяқталды. Азаматқа бір апта ішінде пәтерді босату туралы хабарлама келді. Ол заттарын жинауға сенбі күні келді. Айгерім Алиханды әкесін көрмесін деп, Серік ағамен бірге психологқа жіберген еді. Бала әлі күнге дейін папа деген сөзді естісе, селт ете қалатын. Азамат өте нашар көрінді. Азып тозып кеткен, көздері ұйқысыздықтан қызарып кетіпті. Пәтер ішінде заттарын жинап жүріп, бірнеше рет отбасылық суреттерге қарап тоқтап қалды. Маған соңғы мүмкіндік берші, деді ол Айгерімге бұрылып. Ұлымның алдында, сенің алдында тізерлеп кешірім сұрайын. Түзелемін, ант етемін. Айгерім үнсіз шкафқа барып, Алиханның медициналық картасын алып шықты. Оны Азаматтың киімдері салынған қораптардың үстіне қойды. Психологтың қолында ғой, әлі үстіне қойды. Психологтың диагнозын оқыды. Маған енді қайтып қоңырау шалма. Картада тайға таңба басқандай жазылған. Посттравматикалық стресстік бұзылыс, паникалық шабудар, энурез, ұйқының бұзылуы. Азамат картаны дірілдеген қолмен ұстап оқып шықты. Өңі одан сайын қуарып кетті. Құдай-ау, біз не істедік? Деп сыбырлады ол орындыққа отыра кетіп. Мен мұндайды қаламап едім. Сен тек өз жағдайыңды ойладың, деді Айгерім суық дауыспен. Анаңмен ренжіспеуді, өз тыныштығыңды ғана ойладың. Ал ұлың сен үшін тек кедергі болды. Ол есікті көрсетті. Кет, енді бізді мазалаушы болма. Бұл уақытта Зейнеп апа да 2 бөлмелі пәтерінен көшуге мәжбүр болды. Сот пен жанжалдың хабары бүкіл ауданға тарап кеткен еді.
Бұрын амандасатын көршілер енді теріс айналады. Дүкендегі сатушылар артынан немересін ұрған жауыз кемпір осы деп сыбырласатын болды. 20 жыл бірге дос болған Роза апай бетіне басып, балаға қалай қолың барды? Сені енді танығым келмейді, деді. Зейнеп апа пәтерін сатып, қаланың шетіндегі ескі үйден бір бөлмелі пәтер алды. Бос бөлменің терезесіне қарап еңіреп жылады. Оның бүкіл өмірі күл талқан болды. Не немере, не ұл, не дос, не көршінің құрметі қалмады. Азамат 2 айдан соң Ольга есімді әйелмен танысты. Ол да ажырасқан. 10 жасар қызы бар екен. Алғашқы кездесулері жақсы өтті. Азамат жаңа өмір бастаймын ба деп үміттенді. Бірақ 3-ші кездесуде Ольга үстелге жергілікті газеттегі мақаланы қойды. «Мынау сен бе?» деді ол. Тақырыбы: өз баласына жасалған зорлыққа көз жұмған әке құқығынан айырылды. Азамат үнсіз бас изеді. «Сен өз балаңды ұруға жол бердің бе?» Ольганың дауысы жиіркеніштен дірілдеп шықты. «Менің қызым бар. Өз ұлын қорғай алмаған адамға мен баламды қалай сеніп тапсырамын?» Ол орнынан тұрып кетіп қалды. «Енді біз көрмейміз». Сол кеште Азамат анасына ұзақ хат жазды. «Сенің кесіріңнен мен бәрін жоғалттым. Отбасымды, ұлымды, жұмысымды. Енді ешкіммен кездесе де алмаймын. Шындықты білген әйелдер менен қашқандай қашады. Енді риза шығарсың». Зейнеп апа хатты оқып егіліп жылады. Ол тек немересінің ғана емес, туған ұлының да өмірін құртқанын енді түсінді. Бірақ кінәсін толық мойындауға әлде шамасы жетпеді. «Мен бәрін жақсы болсын деп істедім. Одан нағыз адам шықса дедім», деп жазды ол жауапқа. Әйгерім болса жұмысына қайта оралды. Серік ағаның көмегімен жаладан құтылып, ұжымдағы беделін қалпына келтірді. Әріптестері келіп кешірім сұрады. Роза апай тіпті үйіне торт әкеліп: «Кешір бізді, Әйгерім. Біз шындықты білмедік. Сені жай ғана ағайынмен араздасқан екен десек, сен балаңды қорғап жүр екенсің ғой», деді. Әлихан да баяу айыға бастады. Психологқа тұрақты барып ем алып жүрді. Бірақ әлі де қатты дыбыстардан селк ете қалатын. Біреу қолын кенет көтерсе, инстинктивті түрде басын жауып дірілдейтін. Арада жарты жыл өткенде Әйгерім молын саябаққа алып барды. Серік аға Әлиханды әткеншекке отырғызып тербетті. Көп айдан бері баланың жүзінде алғаш рет күлкі үйірілді. «Тағы да ата, биігірек», деп күлді Әлихан. Бұл күлкі Әйгерімнің жанына шипа болғандай еді. Бірақ саябақтың кіреберісінде Азамат пен Зейнеп апа тұр екен. Олар да серуендеуге шыққан көрінеді. Бұрынғы отбасын көргенде екеуі де қатып қалды. Әлихан оларды бірінші көріп, әткеншектен секіріп түсті де анасының артына тығылды. «Мама, аналар», деп сыбырлады бала, дірілдей бастап. Әйгерім ұлын қолына алып, ештеңе деместен шыға беріске беттеді. Ол ешқандай ақпалуды да, кешірімді де естігісі келмеді. Бұл адамдар оның баласына тым көп ауырлық сыйлады. Зейнеп апа шыдамай: «Әлихан, жаным, әжең сені сағынды», деп қолын созды. Бірақ Серік аға олардың жолын бөгеді. «Сіздерге балаға жақындауға сот тыйым салған. Тез кетіңіздер, әйтпесе полиция шақырамын». Олар Әйгерім мен немересінің кетіп бара жатқанына қарап тұрып қалды. Азамат анасына ақырын ғана: «Көрдің бе не істегенімді? Менің өз ұлым менен оттан қорыққандай қорқады», деді. Зейнеп апа теріс айналып көз жасын сүртті. Ол істеген ісінің қаншалықты ауыр екенін енді ғана шын сезінгендей болды. Әйгерім артынан бұрылмастан Әлиханды құшақтап келе жатты. Бала оның мойнынан қатты қысып: «Мама, мен сені жақсы көремін», деді. Алғаш рет бұл сөз баланың даусынан қорынышсыз, анық шықты. Алда әлі ұзақ емдеу жолы бар. Бірақ ең бастысы бала қауіпсіздікте.